личный пайғамбардың өзі жүріс тұрысымен көрсеткен ақиқатты бәрібір ұстап алуға, бәрібір соны талап етуге сен міндетті болып тұра бересің дейді. Ертең өлгеннен кейін тіршілік қайда кетті? Саған берілген денсаулық қайда жұмсалды? Саған берілген интеллектті не істедің? Қандай хикмет таптың деген кезде кәлен шектің деп айта алмайсың. Нақ кәлен шектің енді десе. Не істеймін енді? Алматыда, Қазақстанда діни жамағаттар былықтырып, елдің бәрін басын айландырып, манипуляция жасап, бытшын шығарып тастады. Сосын мен діннен бездім дағыны, одан кәлен шеккенім жақсы дедім деп айта алмайсың сен дейді. Бәрі кетпедің ал дейді. Сен бәрібір не сияқты ғой? Лұқпан хакімнен сіз қалай әдепті болдыңыз? Әдепті кімнен үйрендіңіз десе? Әдепсіздерден үйрендім дейді. Ойбай, әдепсіздерден қалай әдеп үйрендіңіз десе? Олардың жиіркенішті қылықтарының бәрін керісінше істеп, осындай адам болып кеттім дейді. Сондықтан діни жамағаттардың ішінде кездесетін дүмше молдалардың бойынан көрінетін надандықты керісінше істесең, онда одан даналық шығады. Соны айтып жатыр енді. Бірақ дәстүрлі қоғам артығырақ еді деп құр тамсанып отыра беру де жарамайды дейді. Яғни біз дін ұстанамыз, бізде дәстүр бар, біз традиционализмді мойындаймыз деп әрекетсіз отыра беретін болсаң, бір күні тақырға отырасың сен дейді. Яғни тоқмейілсіз қалма дейді. Дұрыс. Сенің традиционалист болғаның, ақиреттен үмітсіз болмағаның, Құранды мойындап тұрғаның, аптасына бір рет әруақтарды ырзағып, жет-желпек пісіріп, Құран оқытатының, жұмаға баратының, бәрі жақсы, молодец дейді, арқаңнан қағып жатыр. Күшті ол дейді. Бірақ сен соған сеніп, осының өзі жетеді, мен осымен қиратамын деп ойлайтын болсаң дейді, атаң басы саған дейді. Өйтсек, тағы да тар қапасқа қамаламыз дейді. Онда сен тағы да жеңілесің, позицияңды бересің. Кез келген цивилизация екі қырлы қылышқа ұқсайды. Жақсы тарапы да, жаман жағы да бар. Бірақ оның абсолютті ізгілік, өркениетті ел екенін айқындаушы факторлар әмәнда көзге көрінбейтін рухани элементтерден құралған. Яғни сен қандай да бір өркениетті Жапонияны, я Қытайды, я Англияны, я Американы бір елді мақтайтын болсаң, о жақтың өркениеті күшті, Қазақстандағыдай емес, о жақта адамға адам деп қарайды, үйтеді, бүйтеді, бірдеңе, уәдесіне берік, жаңағыдай бір жерде ақшам түсіп қалып еді, біздегідей алып жоқ болып кетпейді, алып кеп берді, біз қытайлар кәпір деп менсінбейміз, олар менің жоғалған жаңағыдай ноутбугымды әкеп берді деген сияқты заттарды айтасыңдар ғой енді сендер дейді. Соны айтқан кезде дейді, сені тартымды қылып тұрған сол өркениет, я Қытайды мақтап жатсың, я Жапонды мақтап жатсың, я Американы мақтап жатсың дейді. Дұрыс дейді. Бірақ сол сен мақтап отқан өркениетті дейді, тартымды қылып, сені сол жаққа көшуге ойландырып, сені сол жаққа қыдырып баруға, турист болып баруға тартып тұрған негізгі нәрсе не білесің бе дейді. Әмәнда көзге көрінбейтін рухани элементтер дейді. Яғни сол сен мақтап отырған, о жақта біздегідей дін ұстанбайды, о жақта біздегідей жаңағыдай хиджаб кигізіп қоймайды, о жақта бүйтіп адам сынамайды, ажырасқандарды текпілемейді, о жақта әйелге әйел деп қарайды деп мақтап жатсың ғой ол қоғамды дейді. Сол сен мақтап жатқан заттарының бәрі байқасаң дейді, рухани элементтер сол дейді. Кез келген өркениеттің құрамындағы рухани принциптерді алып тастасаң дейді, сол Жапониядағы еңбекқорлықты, Қытайдағы жаңағыдай біреудің жоғалған затына тиіспеу, Америкадағыдай әйелдерді тең дәрежеде қарастыру, олардың правасын қорғау, сондай әдемі принциптердің бәрін алып тастасаң, ол сол заматта зұлымдық ошағына айналып шыға келеді дейді. Қайталап оқимыз. Кез келген цивилизация екі қырлы қылышқа ұқсайды. Жақсы тарапы да, жаман жағы да бар. Бірақ оның абсолютті ізгілік, өркениетті ел екенін айқындаушы факторлар әмәнда көзге көрінбейтін рухани элементтерден құралған. Не үшін мысалға тартымды болып тұрған Ресей? Мысалға соңғы 10 жылда ең тартымсыз елге айналып кетті мысалға. Ең қорқынышты. Айтты ғой мұны. Кез келген өркениеттің құрамындағы рухани принциптерді аптасасаң, ол сол заматта зұлымдық ошағына айналып шыға келеді дейді.
Бұның алдында Толстойдың елі, Достоевскийдің елі, бұл жерден Гоголь шыққан, бұл жерден Чехов шыққан деп жатыр еді. Енді соңғы 10 жылда Ресей зұлымдық ошағына айналып кетті дейді. Қайда кетті соңында? Ленинград қайда кетті, Эрмитаж қайда кетті, Большой театр қайда кетті, қайда кетті соның бәрі дейді. Қайда Ломоносов қайда кетті? Елдің бәрін привлекать етіп тұрған. Безе бастады бәрі о жақтан дейді. Себебі кез келген сен цивилизацияны мақтаған кезіңде дейді, сол елдің адамдары тұтынып отырған рухани элементтер сені дейді привлекать етіп тұрған дейді. Дұрыс, мысалы мен де Жапонияны көрдім, Жапония мысалы қатты ұнайды. Сол Жапонияға сен привлекать етіп қатты соққа қарай тартып тұрған нәрсе көзге көрінбейтін рухани элементтерден құралған. Кез келген өркениеттің құрамындағы рухани принциптерді алып тастасаң, міне қазір Ресей алып тастады мысалға. Өзінің өркениетіндегі рухани принциптерді алып тастады. Орнына шовинизмді қойды. Тек қана орыстар. Алдыда тәжікті тек біледі, алдыда өзбекті тек біледі, алдыда қырғыздарды ойбайлатты, алдыда украиндардың басына апарып бомба жарды. Не болды енді мысалға қазір? Әлемдегі ең жексұрын, әлемдегі ең оңбаған, ең санкциядағы еще соғысқа төлейтін ақшалар жоқ. Қазақстанның байлығының 80%-ін қинап, тонап, соғыс ашам деп қорқытып, Соловьевтің аузымен сөйлетіп, бізге НДС-ті 16%-ке көтеріп, триллиондаған ақшалардың бәрін апарып салып отыр сояққа. Шундақа бұл гафлар. Жапония мемлекеті ұлттық болмысқа негізделген дейді. Енді ондай саяздау, екінің бірі айта беретін тәпсірлерге біз енді онша бір қоректенбейміз, тамақсынбаймыз. Мынау сияқты айту керек айтқаннан кейін. Жалпы алғанда кез келген қоғамда белгілі бір деңгейде кем-кетік болады. Ал егер сынықты сылтау етіп, оның трансцендентті характерін түгел сыпырып тастаса, онда дегуманизация белең алады. Яғни, егер сынықты сылтау етіп, оның трансцендентті характерін түгел сыпырып тастасақ дейді. Қазақстанда салафизм, вахабизм деген проблема болды, Осы салафизм, вахабизмді сылтау қылып, мектептегі трансцендентті оқулықтарды жойып жіберетін болсақ, мысалы Ыбырай Алтынсариннің мысалдарының бәрін, мысалы Қиссасул Анбиядағы, сондай Құдайды еске салатын, Арыстан Бабтың мысалға құрма алып келуі, Қожа Ахмет Яссауидің Миғражда көрінуі деген сияқты характерлер бәрін түгел сыпырып тастасаң дейді, онда дегуманизация басталады дейді. Дегуманизация деген сөз, онда Қазақстанның мектептерінде қыздардың төбелесі белең алады деген сөз. Енді сіздер біз осыдан 10 жыл бұрында бізді Шымкентке шақырған кезде, біз Шымкентке барып осыны айтқанбыз. Сіздердің мектептеріңізге мындай трансцендентті характерлерді енгізсеңіздерші, Шымкентте отырсыздар ғой енді. Түркістан дәл түптеріңізде Қожа Ахмет Яссауидің бала кезінде құрма алды деп айтатын жер Сайрам мен Шымкенттен 35 километр жерде тұр. Әкесі Ибраимның моласы саф сақталған, шешесі Қарашаш анамыздың моласы сол күйі бір кірпіші қирамаған, бәрі тұры сол жерге алып барыңыздар, көрсетіңіздер. Мына Шымкенттің мектебіндегі балдарға осы гуманизмді енгізбейсіздер ме? Ойбай, дін болып кетеді, дін болып кетеді. Ойбай, суфи болып кетеді, суфи. Ойбай, суфи болып кетеді, жолатма, атама, қорт деп шыңғырды мысалға. Енді кеше Шымкентте 21 жасар бір қызды 11 жерінен пышақтап өлтіріп қашып кетті бір бала. Енді бүгін ақпарат шығып жатыр. Ол қызды жазда алып қашқан, ол Темемден кетіп қалған. Соны кек алу мақсатында көшеде қуалап жүріп пышақтап өлтірді. Көрдіңдер ме? Дегуманизация деген осы. Яғни қайталап оқимын, тыңдаңыздар. Жалпы алғанда кез келген қоғамда белгілі бір деңгейде кем-кетік болады. Ал егер сынықты сылтау етіп,
яғни сол ваххабизм, салафизмді сылтау етіп, ол қоғамдағы трансцендентті характерін түгел сыпырып тастасаң, осындай аңыз қиссалардың бәрін алып тастасаң, онда дегуманизация белең алады. Вот, пожалуйста, уже нагло, мен саған күйеуге тимеймін деген үшін ғана көшедегі 11 жерінен пышақтап өту деген білесің бе? Соны осыдан 10 жыл бұрын, 17-ші жылы барған кезде айттық. Мына істесеңдерші, енді пайдалансаңдаршы мына трансцендент характер. Сендер Шымкентте тамаша жерде отырсыңдар. Мына мүмкіндік жібермесеңдерші деп. Жолатпа да, жолатпа деп жатып алды ғой бәрі. Себебі трансцендентті рухани өлшемдер адамнан басқа бірде-бір тіршілік иесіне керегі де жоқ дейді. Айбы, страшно айтты ғой. Шапалақ қойып, салып жүрді бетінен. Себебі трансцендентті рухани өлшемдер адамнан басқа бірде-бір тіршілік иесіне керегі жоқ. Егер адам рухани принциптерден бас тартатын болса, онда адамзат құрған қоғамның ешқандай мәні қалмайды. Ең қызығы осында. Себебі трансцендентті рухани өлшемдер адамнан басқа бірде-бір тіршілік иесіне керегі жоқ. Кісінің қайғысын бөліс, қаза шыққан жерге көңіл айтып бар, Құран оқы, дұға бағышта, қуанышында бол, тойына атағаңды бер, әулеттен бір адам тойға барып қатысып келсін деген сияқты мысалы принциптерді адамнан басқа ешкім пайдаланбайды да. Жан-жануарлар той жасамайды. Мысалға сиырлар туған кезде көрші үйдегі сиырлар мысалы құтты болсын айтып келмейді. Қалай бұзауың неше килограмм болып туды, бойы қанша, нормально ма? Иттер мысалы өліп қалған кезде көрші ауылдың иттері көңіл айтып келмейді ғой. Естіп жатырық сәке, мынау Шарик деген овчарка итің өліп қапты, артында қаншама күшік жетім қапты. Енді сол Дермене деген ауылдан арнайы көңіл айтып келіп тұрмыз. Енді Құдайдың жаратқан иті болғаннан кейін не істейміз енді? Қарттардың бәрі өледі, жастардың ажалы сөйледі деген. Бәріміз бұл дүниеге қонақпыз, ертең деген сияқты көңіл айтпайды мысалға. Ең қызығы осында. Трансцендентті құндылықтарды қоғамына енгізуде немесе шығарып тастауда адамның өз ерік қалауында дейді. Вот, пожалуйста. Трансцендентті құндылықтарды қоғамына енгізу, қоғамы деген енді слишком ауыр айтылған шығар, Маған битва оқып берейін сендерге мұны. Трансцендентті құндылықтарды өзінің отбасына, бала шағасына деп айтайын мен сендерге. Өзінің отбасына, байына, бала шағасына енгізуде немесе шығарып тастауда адамның өз ерік қалауында. Вот, пожалуйста, дәл қазір сіздің өзіңіздің қолыңызда. Семьяңызға не осы рухани принциптерді арқалап жүретін трансцендентті мазмұны бар қиссаларды енгізесіз, или шығарып тастайсыз. Или сіз сияр шарпты семья болып оқисыз, или болмаса Дейл Карнегиді оқисыз. Или сіз мың сұрақты оқисыз семьяңызбен, или сіз богатый папа, бедный папаны оқисыз. Или сіз махаббаттың мәнін оқисыз, или как выйти замуж за миллионераны оқисыз. Құдай ұрып, модерн жұрт рухани құндылықтарды түбегейлі қиратып, киелі принциптерсіз бейрухани қоғам құратын болса, ол енді адами қауым не қоғам емес, жай ғана құмырсқаның илеуі болып қала береді дейді. Құдай ұрып, модерн жұрт рухани құндылықтарды түбегейлі қиратып, киелі принциптерсіз бейрухани қоғам құратын болса, ол енді адами қауым не адами қоғам емес, жай ғана құмырсқаның илеуі болып қала береді. Бір құмырсқаның илеуі басқасынан артық болып саналмайды. Шынымен де ауылда жазда жүреміз. Былтыр бардым ауылға.
анау футбол ойнайтын жерге поляға шықшы, құмырсқаның илеуінен аяқ алып жүре алмайсың. Ана жерге аша берген илеу. Енді сен мына илеуге қарап тұрып, құмырсқаның, мына құмырсқаның мына қауымы илеуі анадан артық, или анау анадан артық деп баға шығара алмайсың. Бәріне бірдей. Ал адам қоғамын, адам қаласын салыстыра аламыз. Так, мысалға, Арыс қаласында қазір біз Арыс қаласының білім бөлімін, Арыс қаласында мектептерді көрші отырған басқа қалалардан артық деп есептейміз. Уже салыстыру бар. Не үшін? Себебі Арыс қаласында аудандық білім бөлімінің бұйрығыменен 20 мектеп Өзбекәліні, Бейсенді, Қанышты, Жұмабек Ташентті оқудан жарысады. Сондықтан ол жарысқа қатысатын оқушылардың бойында ерекше құбылыс байқалады рухани. Енді сен оны ана Арыстың айналасындағы ішпана-пішпаналар қаптап жүрген басқа аудандағы балдармен салыстыра алмайсың. Мысалға, дәл қазір Ақтөбе қаласында бір уақытта 10 мектеп жарысып жатыр. Кітап даты жетіспейді. 6-шы мектептен бүгін келді маған. 100 оқушы Қаныштан жарысамыз деп заявка берген. Бір мектептен 100 оқушы добровольно мен қатысам деп жоқым шығу деген, мен даже не представляю. Страшно, 100 деген ол 4 класс, 2-8, 2-9, полный того емес. Көзіме елестетемді, баяғы 88 жылдар біз мектепте жүргенде келіп, кітап оқудан жарыс болады десе, 100 бала қатысады десе, 2-9, 2-10 түгел қатысатын болса, өмір шықпапты. Обычный бір класста ерекше озат